Бүгіннен бастап бақыт сатам. 30 жыл жеді, тонады, халықтың жағдайын жасамады деген аккаунттың барлығынан отписка жасап тастайсыз да. Өзіңізде бар бақытты санайсыз. Және оның ішінде роскошный бақыт ол елдің тыныштығы. Ол елдің тыныштығы әрбір адамның, әрбір баланың бақыты. Былай айтқанда соғыс жоқ па? Біз өте керемет елде өмір сүріп жатырмыз. Ешкімге ешқашан шағымданбайсыз. Мысалы, керемет деген американ президент Трамп кімге ұнап жатыр, айтыңызшы. Сол себептен маңыздысы бұл сіздің өміріңіз. Сіздің өміріңізде сіз бір-ақ рет өмір сүресіз. Сіз сол өмір сүріп жатқан жерді қалай қабылдап, қалай өмір сүресіз. Маңызды сол. Мен қаншама елде болдым және өмір сүріп те көрдім. Қазақстанның қай бұрышында болмасын өмір сүру мен үшін үлкен бақыт. Себебі бұл менің жерім. Қазақ жер ана деп бекерден бекер айтпаған. Сөз жай ғана сөз емес, ол жер ана. Анамызды қалай сағынып тұратындай, кіндік қанымыз тамған мекен. Бұл жерде біз өзімізді рахат, керемет сезінеміз. Ал сол бақытты құртатын критика, оппозиция, мышлениедегі адамдардың аккаунттарын көп тыңдай бергеннен өзіңіздің елде, өзіңіздің қалаңызда өзіңізді бақытсыз сезінесіз. Иә, жетпейтін жасайтын нәрсе көп. Бірақ оны сіз өзіңіз жасаңыз, немесе көңіл бөлмеңіз. Өзіңіздің бақытыңызды өзіңіз құртпаңыз. Бақыт өзіңіздің қолыңызда. Бақыт 12 мүшеңіз сау, денсаулығыңыз мықты ма? Ол сіздің жеке басыңыздың роскоші. Ал еліңізде соғыс жоқ па? Ол сіздің үлкен, бүкіл Американың да алдында мақтанып тұрып айта алатын үлкен премиум кластағы бақыт. Ал қалғанның барлығын жасап алуға болады. Адам баласы өзін идеальный бақытты қылып сезінбейді, себебі адамның жаратылысы солай. Оған бірдеңе жетпей тұрады. Ол да жақсы дүниеде, амал жасағанға, тіршілік жасағанға ол жақсы қасиет. Бірдеңен жетпей тұрған, бірақ бірдеңен жетпей тұрған оны халыққа, президентке, анаға, мынаған жауып қойып, тіршілік жасамай, күйініп, депрессияға кіріп, өз өміріңді, өз бақытыңды құртып отыру ол үлкен ақымақтық.